Сәлем, жақсыларым. Сіздермен бірге мен Ноайбек Аслай. Бүгін сіздерді интерактивті оқытудың тренді EducaPlay платформасымен таныстыратын боламын. Неге бәрі EducaPlay платформасын таңдайды? Себебі тесттер, викториналар, ойындар барлығы бір жерде. Ең бастысы тегін. EducaPlay платформасы да жасанды интеллект құралы. Сенбейсіз бе? Видеоны соңына дейін көріңіз және жақында ашық сабағы бар әріптесіңізге жіберіп қойыңыз. Ал ендеше бастайық. Googleға EducaPlay жазамыз. Міне алғаш шыққан сайтқа кірдік. Негізгі бетте сіздер тіл таңдай аласыздар, ағылшын және орыс тілі. Тіркелу үшін Google арқылы кірген сіздерге оңайырақ болады. Негізгі бет шықты. Енді біз ойын жасауымыз керек. Ол үшін міне новый деген батырманы басамыз. Міне осы бетте EducaPlay платформасының меню деп атасақ болады. Себебі осы жерден сіздер өздеріңіздің жандарыңызға қажетті тапсырманы, викторинаны, тест түрін таңдай аласыздар. Ал мен сіздерге ең танымал бақа ойынын көрсетейін. Тапсырманы таңдаған кезде жиі сіздерге шығатын болады. Осы жерге тақырып жазсаңыздар, ол сіздерге дайын тапсырма құрастырып беретін болады. Немесе мен сияқты егер сұрақтарыңыз дайын болатын болса, онда бір-біртіндеп тапсырмаларды теріп, жазып шықсаңыздар болады. Дайын, яғни дұрыс жауапқа жанына птичка қойып шығасыздар. Дұрыс емес болса, X-ті басасыздар. Сұрақтарды қалаған тілдеріңізде жаза аласыздар. Қазақ тілі, ағылшын, орыс тілі. Сұрақтар дайын. Енді келесі мәзірге, келесі таңдауға өтетін боламыз. Бұл бетте сіздер толтыру керек ақпарат ол lives, яғни қатысушылардың қанша өмір бере аласыздар оларға. Ұтылып қалған жағдайда ойындық 2 рет ойнай ала ма, соны жазасыздар. 3 рет ойнай ала ма. Келесі уақыт, әр тапсырмаға қанша секунд бересіздер. Мен 3 секунд дедім. Негізгілер осы. Келесі мәзірге өтеміз. Үшінші, бұнда ақпарат, тақырыпты жазамыз. Description, суреттеп өтесіздер. Қай сыныпқа арналған деген секілді. Ойынды сақтамас бұрын превьюді басу арқылы ол қандай түрде болады ойын, соны бір қарап көрсеңіздер болады. Мұнда да тіл таңдай аласыздар, ағылшын немесе орыс тілі. Міне дауыстарын өзгерте аласыздар, ақпарат берілген. Ойынды сақтаймыз. Сілтемесін оқушылардың чатына жіберсеңіздер, олар бір уақытта барлық оқушы өз телефондарына кіріп, ойынға қатыса алады. Өздерінің бал ұпайларын иемденеді. Ойынды ойнап көреміз бе? Міне ұпай шықты. Астында отчет деген батырманы басу арқылы дұрыс жауаптарын көре алады. Ал мына файл деген белгіні бассаңыздар, оқушылар туралы отчетты көресіздер. Яғни, егер оқушылар өз Google почталарымен кірген болса, онда оқушылардың аты-жөндері шығып тұрады. Назарларыңызға тағы бір тапсырманы тексеріп көруді ұсынғым келіп отыр. Бірінші тұрған расстановка. Бұл жерде біз жасанды интеллект арқылы сұрақты құрастырып көрейік. Тақырып Қазақстан деп жаздым. Маған тарихқа қатысты құрастырып берген екен.
соны көрсетейін сіздерге. Бүгінгі жи құралы сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. EducaPlay платформасында қандай тапсырмаларды негізі өздеріңіз қолданып көрдіңіздер? Айта кетсеңіздер. Ура! Біз жеңдік! Әрине тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, әрқайсыңыздың қолдауыңыз өте маңызды.